жылқыны тану мәдениеті де маңызды. Себебі ол бізде көшпелі өмірде мал шаруашылығы негізінен өмірдің негізгі тірегі. Жылқыны бағу мен оны дұрыс пайдалану халықтың тұрмысын, икемділігін және табиғатпен үйлесімділігін көрсетеді. Осы салт дәстүрлердің бәрі бірігіп романды оқи отырып қазақ халқының рухани әлемі, мінез-құлқы және ұлттық болмысы толық көрініс табатынын дәлелдейді. Олар оқиғаның көркем желісін тереңдетіп, кейіпкерлердің іс-әрекетінің мағынасын ашады және оқырманға халықтың мәдениеті мен дәстүрін сезіндіреді. 6-шы сұрақ. Мен бұл романда оқу арқылы қазақтардың Қытайдағы тарихи жағдайын бұрынғыдан тереңірек түсіндім. Олардың отарлық қысым мен саяси шектеулерге қалай төтеп бергенін, босқындықтың қандай ауыр екенін, туған жерінен мәжбүрлі көшу жағдайында халықтың қандай қиындықтармен бетпе-бет келгенін жанымен сезіндім. Романдағы оқиғалар қазақ халқының еркіндік үшін күресінің ешқашан тоқтамағанын көрсетіп, әрбір батырдың, әсіресе Көкжалдың ерлігінен халқымыздың рухының мықтылығын, төзімділігін, қиындыққа қарсы тұру қабілетін тағы да аңғардым. Сол дәуірдің әлеуметтік жағдайы туралы да жаңа мәлімет алдым өзіме. Ол халық шекаралық шиеленістерге, билік қысымына, жоңғар шапқыншылығына және отарлық саясатқа қарсы күрескен. Әр көшкен отбасы қиындыққа қарамастан бірлік пен үмітті сақтауға тырысқан. Сонымен қатар романды оқу барысында қазақтардың көшпелі өмір салты, жерге деген сүйіспеншілігі, отбасылық дәстүрлері мен мәдени құндылықтардың сақтау жолындағы күресі туралы жаңа білім алдым. Бұл кітап менің тарихи көзқарасымды кеңейтті. Мені өткен мен бүгін арасындағы сабақтастықты терең түсінуге жетеледі. Халықтың рухы мен мәдениетін, бірлік пен адалдық, ерлік пен төзімділік сияқты құндылықтарды бағалауға үйретті. Сонымен қатар тарихтағы кейбір оқиғалардың себебі мен салдарын нақты елестетіп, өз еліміздің өткенін терең сезінуге мүмкіндік берді. Және де кітаптан өзімен алған 3 үзінді келтіріп кетсем. Бірінші үзінді Көкжалдың ерлігі туралы. Көкжал халқының ертеңі үшін қандай қауіп болса да, қадам басудан тайынбайды. Оның жүрегіндегі ең үлкен күш туған жерге деген адалдық еді. Бұл үзінді Көкжалдың батырлығын, ерлігін және халқына деген адалдығын көрсетеді. Көкжал үшін жеке қауіп пен қиындықтар маңызды емес. Ең бастысы ол халықтың амандығы мен туған жердің қауіпсіздігі. Ол қандай да қиын жағдайда да өз міндетінен таймай, көштің басында халықты қорғауға дайын тұрды. Бұл үзінді арқылы автор нағыз ерліктің жеке мүддені емес, жалпы халық мүддесін қорғауда екендігін, адалдық пен жауапкершіліктің маңызды екенін көрсетеді. Сондай-ақ Көкжалдың мінезі оқырманға батылдық пен тәуекелділік үлгісі болып қызмет етеді. Екінші үзінді ол бізде халық көші. Қазақтың ұзақ көшіне қария да, бала да, әйел де бір тағдырмен жүрді. Қиындық көп болды, бірақ ешкім үмітін үзбеді. Себебі олар үшін бостандықтан қымбат нәрсе жоқ еді. Бұл өзінде халықтың төзімділігі мен бірлігін сипаттайды. Қария, бала, әйел бәрі қиын жағдайға қарамастан бір бағытта қозғалды. Бұл көш тек физикалық қозғалыс емес, рухани сынақ та болды. Аштық,
суық шаршау сияқты қиындықтарға қарамастан халық үмітін сақтап еркіндікке жету үшін бірге күресті. Оның мағынасы еркіндік ең қымбат құндылық. Сондықтан кез келген қиындыққа төтеп беру керек. Халықтың бірлігі мен бір-біріне деген қолдау көрсету ол тіршілік күшінің басты көзі. Үшінші үзінді бізде бірлік туралы. Елдің бірлігі кез келген батырдың қаруынан қуатты. Көкжал мұны жақсы түсінді. Бірлігі бар елді ешбір жау алмайды. Бұл үзінді ұлт бірлігінің маңыздылығын ерекше көрсетеді. Тіпті ең батыл, ең күшті адам да жеке әрекет еткенде халықтың бірлігі болмаса жеңілуі мүмкін. Бірлік ол қорғаушы күштің, қауымдық жауапкершіліктің және ұлттық рухтың негізі. Көкжал бұл заңдылықты түсініп, әрдайым халықты біріктіру, ынтымаққа шақыру жолында әрекет етеді. Автор осы арқылы оқырманға бірліктің, ынтымақ пен өзара қолдаудың кез келген қиындыққа қарсы тұрудағы негізгі құрал екенін көрсетеді. Сонымен қатар үзінді ұлттық сана мен патриотизмді тәрбиелейді. Оқырманға өз елінің қауіпсіздігі мен мүддесін қорғауға үлгі береді. Мен бұл кітапты оқығанда өте терең сезімге бөліндім. Бірінші кезекте халық тағдырына жаным ашты. Қазақ халқының қиындыққа толы өмір жолын, отарлы қысым мен қуғын-сүргіннің ауыртпалығын көргенде, олардың жан күйін, қорқынышын, қиналған сәттерін шынайы сезіндім. Көшпенділердің аштыққа, суыққа, қыспаққа төтеп беру үшін қалай күрескенін оқып, олардың қайсарлығы мен төзімділігіне таң қалдым. Әсіресе балалар мен қариялардың, әйелдердің қиын жолдағы төзімділігі, аналардың балаларына қорғауға деген мейірімі мен қажырлы қайраты маған ерекше әсер етті. Бұл кітап арқылы мен халықтың тағдырын тек сыртта емес, ішкі жан дүниесімен сезіндім. Олардың күреске деген жігері мен үмітін түсіндім. Сонымен қоса, екіншіден, ерлердің ерлігі мен жігерлендірді. Көкжал сияқты кейіпкерлердің батылдығы, қазақ үшін тәуекелге баруы, өз мүддесін кейінге қойып, елдің амандығы үшін күресуі мен үшін шабыт көзі болды. Олар тек физикалық күш көрсетіп қана қоймай, рухани батырлық үлгісін де көрсетті. Әрбір батырдың шешімі, әр қадамы ерліктің, жауапкершіліктің және намыстың көрінісі. Мен оларды оқыған сайын өз еліміздің тарихындағы батырлардың ерлігін түсіндім. Және бұл ерліктің ұрпаққа үлгі болатынын аңғардым. Аналардың сабырлығы мен мейірімі ерекше әсер етті мен үшін. Романдағы әйел кейіпкерлер балаларын қорғау үшін, отбасының амандығы үшін қандай да қиындыққа төтеп бергенін көрдім. Олар физикалық күшке ие болмағанымен күш қайрат арқылы елдің ұрпақтың өмірін сақтап қалған. Бұл маған аналардың, әйелдердің рөлінің қаншалықты маңызды екенін, олардың төзімділігінің және махаббат пен мейірімнің күшін түсіндіруге мүмкіндік берді. Төртіншіден, кей сәттерде жүрегім ауырды. Халықтың аштыққа, қыспаққа, әділетсіздікке қарсы күресі мені эмоционалды күйге бөлді. Романдағы әр қасірет, әр жоғалған өмір, әр қиылған отбасы тек тарих фактісі емес, адам өмірінің трагедиясы.
ретінде сезілді. Бұл сәттер мені оңайға, терең ойға жетеледі. Халықтың ауыр тағдырын, олардың төзімділігін, қиындыққа қарсы күресін шынайы қабылдауға көмектесті. Сонымен бірге жалпы оқыған кезде мақтаныш сезімі пайда болды. Себебі бұл біздің тарихымыз, біздің халқымыздың қуаты. Кітап мені тарихқа, халыққа, олардың рухына жақындатып өткен мен бүгін арасындағы сабақтастықты сезінуге үйретті. Мен қазақ халқының ерлігін, рухын, батылдығын, бірлігін, төзімділігін, аналардың қайраты мен мейірімін жанымен сездім, жанымен қабылдадым. Бұл кітап арқылы мен өз елімнің тарихына деген құрметті, ұлттық сана мен патриотизмді терең сезіндім. Сонымен қатар мені әрқашан қиындыққа қарамастан бірлік пен үмітті сақтау, халықтың амандығы мен бостандық үшін күресудің маңызы туралы ойлануға жетеледі. Қорыта айтқанда, кітапты оқығаннан кейін менде жан-жақты сезімдер туды. Жанашырлық, жүрек ауырсынуы және мақтаныш. Мен үшін бұл кітап тек әдеби шығарма ғана емес, ол өмірлік сабақ, тарихқа, өз халқына, ұлттық құндылықтарға көзқарасты кеңейтетін құрал болды. Оны оқыған сайын мен халықтың ерлігін, батырлығын, төзімділігін және рухының мықтылығын тереңірек түсіндім. Бұл кітап кез келген оқырманға ұлттық тарихты терең сезінуге, өз мәдениетін бақылауға және ерлік, бірлік, адалдық сияқты құндылықтарды өмірлік сабақ ретінде қабылдауға. Сегізіншісі, кітап оқығанда қандай сезімде болдым деген сұрақ. Мен бұл кітапты оқыған кезде халық тағдырына жаным ашты. Елдердің ерлігі жігер берді. Аналардың қайраты мен сабыры мені таңғалдырды. Кей сәттерде жүрек ауырды. Жалпы оқыған кезде мақтаныш сезімі пайда болды. Себебі бұл біздің тарихымыз, біздің халқымыздың қуаты. 9-шы сұрақ бізде бұл кітапты не үшін ұсынар едім және кімге? Мен бұл кітапты достарыма да барлық адамға да ұсынар едім. Оның бас себептердің бірі қазақтың тарихын түсінудің ең жақсы жолдарының бірі. Ерлік, намыс, бірлік туралы керемет ой береді. Сонымен қоса тілі жеңіл, оқиғасы өте әсерлі, ұлттық рухты күшейтеді, қазақтардың өткен жолын терең сезінуге көмектеседі. Бұл жастар міндетті түрде оқуы тиіс шығарма деп есептеймін. Соңғы сұрағым, 10-шы сұрақ, автор туралы қысқаша мәлімет іздендім. Қабдеш Жұмаділов, ол бізді 1936 жылы дүниеге келген, Шыңжаңда. Қазақтың ең көрнекті жазушылардың бірі болып табылады. Тарихи романдардың шебері. Соңғы көш, тағдыр, дарабоз, көкжал сияқты сынды туындылардың авторының қазақтардың Қытайдағы тағдырын алғаш ашық жазған қаламгер, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының иегері. Сонымен қоса қорытындылай келсек, көкжал кітабы, көкжал тек тарихи роман емес, бұл ұлт рухының қазақтың
қайсырлығының, бостандыққа деген ұмтылысының символы. Кітап менің